Assalamu alaikum barchalarınıza. Bugün bizler Hazan Natural'in Kenya'dan gelgen çayda. Sirttiğinde turuz. Kenya'dan gelgen. Büt sağlığı olasa. Gaz bir anlarım tutuqay tutur. Tak, slabый лау. Орта качество. Масс маркеттен алған. Премиум. Таза. Ең мықты шай негізі Кенияда. Бұл Руандада өседі. Руанда аймағында яғни. Влажності, бәрі шайға таулы аймағы, орналасуы шайға ең удобный аймақ. Және өзіміздің қалаппен үйренген краски шай деп айтамыз. Боялған шай. Пакистанский шай. Ей абайла. Цветтеріне қарайтын болсаңыздар да көрініп тұр. Соңғы сорттағы шай высший сорт қап-қара болып. Высший сорттардың бәрі қап-қара көрініп тұр. Бір деңгейде су қосып ішуге тырысамыз бірінші. Boya şey, birden gördüğünüzde de öyle. Енді қараңыздар сіздерге 5 минут уақыт береміз бұлардың бәрінің демделуіне. Демделген кезде шайдың негізгі 3 фактор әсер етеді. Күйесін қолың ыстық нұрым әртүр. 3 сәт әсер етеді. Бірінші судың қаттылығы, судың тазалығы, яғни сүттің қоюлығы. И одан кейінгі әсер ететін зат бізде шайдың өзі. Қараңыздар. Былайынан бүкіл шай бірдей болып көріне береді. Мен өзім Кенияда жеке болғанмын. Кениялық тәсілмен қазір мен сіздерге ішіне сүт құйып тұрып, сеттерін ажыратып беретін боламын. Бұларға сүт құймас бұрын бізге негізі беретін жауап 3 минут уақыт күту керек. 3 минут уақыт күтейік, содан кейін сіздерге демдеп көрсететін боламын. Және әрқайсының жеке-жеке бағасын айтып өтіретін боламын. Қайсысын қабылдайсыздар, соған байланысты таза, натуральный, дәмі күшті, ауылдағыдай кезіндегі Индияның иісі шығып тұратын, Кенияның иісі шығып тұратын таза шай керек дейтін болсаңыздар, мына шайды алғандарыңыз дұрыс болады. Өзбекше 1500 теңгеден жүреді. Мынау краска 300 теңге, 600 теңгеден толып тұр базарға барсаңыздар. Мынау 1500 теңгеден жүреді. Мынау 1350 теңге базардағы бағасы. Мына шайдың бағасы базардағы 1200 теңге. Мына шайдың базардағы бағасы 1000 теңгеден сатылады. Жобамен осындай сатылатын болады. Шай керек, хабарласып алам дейтін болсаңыздар, төмендегі нөмір бойынша хабарласып ала берсеңіздер болады. Қазір сүт құйып, сіздерге паузадан кейін көрсететін боламын.